Кітапхана, кітап қоры кешені, үйреністер атқарылар еселі, ғұламалар мұрасының мәңгі орны ой еңбектің қасиетті мекені. Иә, кітапхана ғасырдан ғасырға адамзат тарихын керуенін сүріндірмей әкеле жатқан, шырағы биік парасаттылық пен білімділіктің, біліктіліктің ордасы. Тарихы сонау 1951 жылдан бастау алатын Жезқазған қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне қарасты Мұхтар Әуезов атындағы кітапханаға биыл 70 жыл толып отыр. Бұл айтуға ғана жеңіл нәрсе. 70 жыл бойы бақтарып құт қонған кітапхана тар жол тайғақ кешулерден өткендігіне тарих куә. 1951 жылы поселок кітапхана болып өз оқырмандарына алғаш есігін ашқан. Кейін 1954 жылы Жезқазғанға қала мәртебесі берілуіне байланысты кітапхана қалалық орталық кітапхана болып аталды. 1961 жылы 24 қарашада халық депутаттары Жезқазған қалалық атқару комитетінің номер 284 шешіммен кітапханаға ұлы жазушы, қоғам қайраткер, ғұлама ғалым Мұхтар Омарханұлы Әуезов есімі берілді. Ілім-білім бұлағы кітап атаулының шоғырланған мекемесі, кітапхана адамзат баласының рухани тыныс тіршілігінің айнасы іспетті. 1975 жылы орталықтандырылған кітапхана жүйесі директоры болып Толмачева Тамара Алексеевна, Рашевская Клавдия Николаевна қызмет атқарды. Алғашқы кітапхана меңгерушілері болып Калипова Людмила Михайловна, Павлова Мария Сергеевна, Шапыртова Людмила Александровна қызмет етті. Өз заманына сай іс-шаралар, мәдени клубтар оқырмандарға қызмет жасады. Кітапханашының еңбегі жұртшылық назарынан тыс қалып, көзге әрқашан іліне бермесе де, қоғам мен мемлекеттің дамып өркендеуіне өте қажет, әрі маңызды мамандық екені сөзсіз. Кітапхана мәңгілік парасаттың ең биік, ең киелі ғимараты болса, кітапханашы сол рухани қазынаның шырақшысы мен ақыл-ой әлеміндегі жол сілтеушісі. 1982 жылдан 2010 жылға дейін Жезқазған қалалық Мұхтар Әуезов атындағы орталық кітапхана директоры болып, мәдениет қайраткері Тайжанова Тұрар Мейірманқызы қызмет етті. Тұрар Мейірманқызы таусылмас қажыр қайратының арқасында кітапхана қызықты іс-шаралар өткізетін мәдени ошаққа айналды. Кітапхана жұмысын жаңа әдістерін, озық үлгілерін жүзеге асыруға ұмтылды. Жылдар өте 2006 жылы жұмысты жандандырып, ауыл оқырмандарын өзіне тартып білімге бет бұрғызу мақсатында селолық кітапханалар ашу туралы бұйрық шықты. Республикамызға танымал жазушы, ақын, әншілер қаламызда қонақ болғанда кітапханамызға ат басын бұрған мақтанышпен айдаламыз. Кітапханаға Рабис электрондық бағдарлама орнатылып, қала тұрғындарына жылжымалы кітапхана қызмет етті. 2010 жылы 1 сәуірден бастап қала әкімінің 2010 жылғы кітапханаларды қайта ұйымдастыру туралы қаулысына сәйкес Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана филиалы болып, орталықтандырылған кітапхана жүйесі коммуналдық мемлекеттік мекемесіне қарасты болды. Осы жылда орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің директоры болып Таткеева Шарипа Құрманқызы қызмет етті. 2017 жылы орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің директоры болып Түгелбаева Ғалия Өмірзаққызы қызмет етіп, кітапханаға зор үлесін қалдырды. Ғасырдан жұмбақ ашқан талай кісі, сырың мол, мұра ғажап арайлысың, сан ұрпақ сусындаған кітапхана, сарқылмас парасаттың сарайысың. Мұхтар атын қастерлеген қара шаңырақ Мұхтар Әуезов атындағы кітапхананың 70 жылдығымен құттықтаймыз.